Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Видео басталмастан бұрын арнамызға жазылып, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Бүгін мінекей кешегі ауырып жатқан тауықтарымызды бүгін емдеп жатырмыз. Бүгіннен бастап мінекей бәрі осы бір сүттір. Енді кеше сұрақ қойдым, не істеуге болады деп. Барлығы қолдап жатыр, өзінің бар білгендерін барлығын айтып жатыр. Осыны бер деп айтып жатыр. Енді барлықтарыңызға көп рахмет. Алла разы болсын. Отбасыларыңыз аман болсын. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Енді мен дейтіні сөздің ішіне керек, бір апта тауықтарды қараған жоқпын. Ұлым дүниеге келді кетті кісі бар. Өзімнің басқа шаруаларыммен жүгіріп кеттім. Сол 1-2 күн болды. Тауықтар уже ауырып, сүмірейіп бастап, балапандар өліп бастағаннан кейін бар, уже қазір емдеп әрекеттерін жасап жатырмыз. Главное бас аман болсын. Бұл құс табылады, өледі, тіріледі деген сияқты ғой. Главное өзіміздің басымыз аман болсын. Кеткен шығындар енді көп шығын кетіп жатыр. Енді осы уақытқа дейін 40 шығын кетті қыс бойы. Жұмыртқасын сатып та жатырмыз, істеп те жатырмыз, бірақ енді чисто жұмыртқа сатқан жұмыртқасын светтің өзін ақтады. Сөздің ішінде бізде 24/7 свет қосылып тұрады. Анау осы қораң ішіндегі өзінің жылуына, өзінің тапқан табысы кетіп жатыр. Енді жеміне өз қалтамнан алдым. Енді жаз көктен басталды. Енді дальше больше ақша табамыз, жеңбек кішкене эконом деп атқан кезде осылай тауықтар ауырып қалды. Енді қазіргі уақытта біздер не істеп жатырмыз? Ауруға күресіп жатырмыз. Біздер қазір астарын тазалап, опилка төсеп тастадық. Полный барлығына мінекей еше старт жем беріп, рост беріп жатырмыз. Мінекей астарын тазалап, барлығын істеп рост беріп жатырмыз. Және де бүгіннің өзінде 20 мың ақша кетіп қалды. Бір қапшық рост, бір қапшық старт алдық. Мына екеуіне бөліп салып тастадық. Және де 5 қапшық опилка алдық. Және де куринерат жем алдық. Және де мынандай асыда алдық 2. Асыда 2 алып қазір осыны тауықтардың аузына бердік 1 миллиграмнан. Және балапандар стоп дейтін мынандай дәрі бар екен. Осыны витамин. Осыны алып бердік. Және де тағы бір витамин алдық. Білмеймін, оны затқа пайдаға асатын. Мынаны бересін деді андағылар. Бұны қазір енді мен ала берді. Аты осындай. Білесеңіздер комментарий жазып кетіңіздер. Мынаны мен Google'ден қараймын. Бұның не пайдасы бар екен барлығын біліп, содан кейін барып бұны тауықтарға беретін боламыз. Енді мына жер қалды тазалайтын. Қазір әрбір клетканы тазалап шықтық. Мінекей барлықтарын тазалап шықтық. Астарына опилкілерін төседік. Мынаған. Балапандарға тоже жемдерін бердік, суларын бердік. Олар әлі сүмірейіп тұр. Мінекей рост старттарын бердік. Соның өзінде әлі сүмірейіп тұр. Енді суына қосып бердік. Көреміз, нәтижесін көреміз. Ол енді резкі бірден нәтижесін бермейді ғой, дәрілер, витаминдер. Бірте береді. Мұны бәрі бір сүттір. Терезелерді ашып қойдық. Ана терезені аштық. Есіктің мына жағын аштық. Мына жағын ашып қойдық. Енді сосын адыраспаны өртедік, айтпақшы ішіне. Мінекей адыраспаны өртедік. Қазір ендігі мәселеменде мына жерді тазалап аламын. Ала бұйыртса қазір. Содан кейін ішіне тағы да адыраспанды жағамыз. Адыраспан жаққан кезде мынаны жабамыз. Ананы жабамыз да адыраспандаймыз. Адыраспанның түтіннің кішкене олар өздерінің мұрындарына алу керек. Енді менің сұрағыма жауап беріп, WhatsApp-тан шығып, WhatsApp-на жазып, өздері жауап беріп жатқан жандардың барлықтарына Алла тағала разы болсын. Қолдауларыңызға рахмет көп. Менде өзім тауықты бәленбай жыл бағам. Бірақ менде мынандай қылып тауықтар ауырып, өліп көрген жоқ. Балапандар тем более өліп көрген жоқ. Осы да 1 апта қаралмай қалды. Соның кесірінен балапандарымды өлтіріп алдым. Главное басамын болсын енді. Все, осы бізде достар, ала бұйыртса жақсы видеолар күтіңіздер, қолдап отырыңыздар. Осы айтпақшы уақытша жұмыртқа сату процесі тоқтады. Австралоп, Адлер, Дамаси тауықтардың бүкілінің жұмыртқасы тоқталды. Қазір біздер
тауықтарымызды емдейміз, сосын өзіміз қайтадан аплодты тексереміз, аплод қалай болды екен, содан кейін барып сатылымды жалғастыратын боламыз. Енді заказ беріп қойған жандар болса, ренжімеңіздер, осындай ситуация болып қалып жатыр бізде де. Біздер енді бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Жалпы енді алда жоспарлар өте көп, алла бұйыртса барлығына бірге жетеміз деген ойдамыз. Сіздер тек қана каналыма жазылып қолдау білдірсеңіздер болды. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.